Сәлем достар, біз бүгін осындай керемет ободок жасайтын боламыз. Видео басталмас бұрын лайк басып комментарий жазып отырыңыздар. Бізге керекті заттар: 2 қара түсті ободок және соның сыртын қаптайтын бізге жасыл лента керек. Сіздер өздеріңіздің қалаған түстеріңізді таңдасаңыздар болады. Және де біз жеміс-жидектердің арасынан құлпынайды таңдап алдық. Мінекей, кішкентай құлпынайдан мен көріп тұрғандарыңыздай 10 штугын алдым, және де үлкеннен 2-ін алдым. Және кішкентай жапырақтар алдым, желімді алдым. Ең бірінші осы лентамызды кесіп, орап алатын боламыз. Осы ободогымызға дайындап алдық, ободогымызға орап. Енді осы біз 2 жапырақты бір-бірінің үстіне жабыстырып, содан соң оның үстіне кішкентай құлпынайымызды жабыстыратын боламыз. Осылай барлығын істеп шығамыз. Бізге жапырақтан 20 штугы керек. Мінекей, дайындап алдық. Және бір ободокқа біз 5 құлпынай жабыстыратын боламыз. Мінекей, осындай керемет болып шықты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.